Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай керемет бауырсақ дайындайтын боламыз. Ол үшін жылы сүтімізге қандымызды қосып аламыз. Тұзымызды қосамыз. Оған сұйық майымызды қосып, қаймағымызды салып, 2 қасық қаймақ салып араластырып аламыз. Дұрыстап араластырып алғаннан кейін ашытқымызды қосамыз. Оны тағы да дұрыстап араластырамыз. Содан соң бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Мен барлығын көз мөлшерімен салдым, бірақ видеоның астына мөлшерлерін жазып кететін боламын. 10 минут өткеннен кейін осылай көпіршіктер пайда болады. Оны араластырып, ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Жұмсақ қылып дайындаймыз. Содан соң қолымызға аздап жабысып тұрады. Содан қолымызға сұйық майымызды құйып жағамыз қамырымызға. Өте жұмсақ, көтерілген бауырсақтарымыз дайын болады. Қолымызға сұйық майымызды құйып, осылай қамырымызға жағып шығамыз. Бір 2 сағатқа бетін жауып тағы да қойып қоямыз. Көтеріледі бұл кезде қамырымыз. Осылай көтерілді менің қамырым. Енді сеуіп бауырсағымызды дайындаймыз. Мен дөңгелек бөлшектерге бөлдім стаканның көмегімен. Қатты баспай жайлап оқтауымызбен жайып аламыз да бөлшектерге бөлеміз. Бөлшектерге бөліп дайындап болғаннан кейін осындай ыстық майымызға бауырсақтарымызды қуыратын боламыз. Кереметтей бауырсақтарымыз дайын болды.